Құдай қуат берсін, енді іште көп сөйлей беруге. Тахажүдте дұға дедіңіз ғой. Қарашыға барып жүре берсе бола ма? Жаңағы өз дұғаңыз. Осы намазға рұқсат беріледі. Тахажүдке рұқсат беріледі. Ол нәпіл намаз ғой. Сода қазақша дұға жасауға болады сәждеде. Ал 5 уақыт намазда сәждеде қазақша сөз қосамайсыз. Намаз бұзылып кетеді. Түсіндіңіз ба? Сүннетте де болмайды. Тахажүдтен бөлек намаздарға қазақша тек қана нәпілде ғана рұқсат беріледі, нәпілде. Ал сүннет намазбен парыздарында қазақша бір сөз қоссаңыз, намазыңыз бұзылды. Дәретте бұзылып кетеді. парыз уәжіп болмайды. Болмайды ол. Соны шатастырмау керек. Сосын анау әйелі тыңдамайтын кісілер жоқ шығар бұл жерде. Бәрінің әйелі тыңдайтын шығар. Сонда да қасыңызда бір досыңыздың әйелі тыңдамайтын болса, бір дұға үйрете салайын. Керек болатын шығар, иә? Жұма намазында қатын көпірді айтып бергенмін ғой. Әйелі тыңдамай жүрген кісілер мына дұғаны оқыса тыңдайтын болады деген. Бәрін демей отқан ғой. Намаз ашқаннан кейін жаңа жазып беріңізші. Жеке келіп тұр ғой. Жұрттың көзінше тақуа отыр ғой бәрі. Құранда Фурхон деген сүре бар. Сода 74-ші аят бар. Роббана хаблана мин азважина ва зурриятина қуррата аъюн ваджъална лилмуттақина имама деген аят бар. Я Раббым, менің әйел бала-шағамды көзімнің қуанышы етші. Және мені тақуалардың имамы етші деген сөз екен. Біз осы отырған бәрімізде имамбыз. Өз үйімізде. Мешітте ана кісі имам шығар. Бірақ осы адам өзінің үйінде өзі имам деген басшы ғой. Сонда тақуалардың имамы етші дегені әйел бала-шағам тақуа болса, соларға мен имам болайыншы деген мағына береді екен. Өйткені үйде намазды өзінің тұрып оқығаннан кейін әйел бала-шаға артында тұрады ғой. Сосын айтпақшы, үйде намазды оқыған адам біліп қойсын. Үйде әр үйде періштелер болады. Намаздың уақыт келген кезде сол үйдің азаматы намазға тұрған кезде бүкіл періштелер соған үйді екен. Осы адамға. Нормальный имам болып жүрсіздер ғой деп байқаласыздар ма? Қанша періштелер арттарыңызда тұрады екен үйіп. Сондықтан кішкене Құранды дұрыстап алған дұрыс екен сәл-сәл. Жаңа дұғаны жаттап алдық па? Фурқон сүресі 74-ші аят. Қазақша айта берсе де болады. Бірақ осы аятты үнемі оқитын болса, оның әйел бала-шағасы тыңдайтын, бағынатын болып шығады. Алланың қалауымен. Үнемі айта беретін болса осы дұғаны. Мына біздің Әбжаппар ұстаз көп айтады осыны. Өте көп айтады. Өйткені әйел бала-шағаны тыңдамайтын болса, ол адам ешкім тыңдамайды екен. Әйел бала-шағаны тыңдамайтын болса, көшеде оны ешкім тыңдамайды екен ол адамды. Қанша киімі қымбат болса да, басқа болса да. Сондықтан әйелдің біздің тыңдату үшін емес қой енді ол. Біздің өзіміздің күнәміз көптігінен де болады. Тыңдамай қойған елер. Жаңа бірден айтайын. Сол имамдыққа шығасыз ғой үйде жаңа әйел бала-шаға. Сөзді ниет қылдым имамдыққа деп обязательно айту керек па? Осы жамағатқа ниет еттім пәлен намаз оқымаққа, осы жамағатқа имам болып деп қоя саласыз. Бірақ оны айтпай қойсаңыз болмай қалады емес. Болмай қалады емес, болады. Көзге әйел баласы көрінсе намаз бұзыла ма? Егер намаз бұзылмайды, бірақ көп неден қалады да, намаздың әсерінен қалып қояды. Негізі әйел адам тура өзінің артында тұрып оқу керек қой, жанында болмайды ғой. Ол жанында тұрғаннан кейін кіріп шығып жатса. Кіріп өтіп жатса, оны бұзбайды ол намазды. Бірақ алдынан өтуге болмайды да. Сол үшін үйде намаз оқитын адам, мешітте намаз оқитын адам, жеке өзі оқиын деп жатқан болса, мүмкін болса дуалға тақалып тұрып алу керек та. Алдынан ешкім кесіп өтпейтін жағдайға тұрып алу керек. Кішкентай бір жаста, мысалы 2 жаста ештеңе балалар жүгіріп өтіп кетеді ғой. Ол алдыңа келіп жылайтын болса, үйде қарайтын кісі жоқ екенін біліп тұрмыз. Алдымызға келіп жылап тұр, анан тоқтамай жатыр, қолын алып тұрып оқи беруге болады намазды, баланы. Немесе алдына отырып алатын болса, былай шетке намазды тұрып, шетке қойып, арғай оқи беруге болады. Болмаса былай сырғып, мияқтан оқи беруге болады. Тура жайнама. Бірақ малдар намаз оқитын кезде балдарды басқа бөлмеге қамап тастаған дұрыс емес. Кірсе кірсін, көрсін. Тоңғайып тұрып оқып жатқан намазымызды көрсін бала. Кішкентай кезінде көре берсін. Ол түкке намазға оның қатысы жоқ. Ешқандай. Пайғамбар саллаллаху заманында намаз оқып болғаннан кейін сахабалар сұраған: "Я Расулалла, бұрын соңды сәждеде бұлай ұзақ жаттаушы едіңіз ғой, сәждеде. Бүгін жүдә ұзақ жаттыңыз ғой" десе, сөйтсе біреу кішкентай баласын ертіп келген. Анау барып тура Пайғамбар саллаллаху сәжде жатқан кезде үстіне отырып алған.
жатып алған ба отырып алған ба, сонда ана бала түскенше мен күтіп тұрдым дейді сәждеде, бала түскенше. Сосын біреу баласын ертіп келген, бір әйел намаз оқыған кезде намазды өте қысқа оқып бітірген. Я Расулалла, бұрын бүйтіп қысқа оқымаушы едіңіз ғой дегенде, біреудің баласы жылады ғой. Ана жақта біреу баласын ертіп келген, кішкентай, ол жылаған. Сонда ана баласын жылағанына анасын не қылып қалмасын деп, ол кезде әйелдер де барады ғой. Мен Мәдинаға барған кісілер біледі ғой, артында әйелдердің де несі бар ғой, намаз оқитын. Тура сол Пайғамбар мешітінің артында ше ғой. Сонда ана кісі нетпесін деп намаз тездеттім дейді, ана баласы жылағаннан кейін уайымдап қалмасын деп. Сондықтан ол баланың намаз оқып тұрған жерде келіп, енді мешітке барғанда кішкентай баланы сәл есін білетіндей, болмаса енді бір жасар, 2 жасар енді сәл не болып қалады. Өйткені мына біздің анау інісінің шалбарын киіп алған бауырларымыз бар ғой, лақтырып жібереді балаңды, алдын өтетін болса, лақтырып жібереді. Болмайды оларда. Кәдімгідей алып лақтырып жібере салады, намазда тұр. Ана кесіп өткен намазын бұзуы мүмкін, бірақ оны ұстап алып лақтырып жіберіп намазын бұзбауы мүмкін да, мүмкін. Түсінесіздер ме? Сондықтан мешітке барғанда кішкентай баланы сәл отыр дегенде отыратын болса проблема жоқ. Ашли кішкентай сәл нелеу болып қалады. Или шетке тұру керек ана. Ол бала бәрібір кіріп кетуі мүмкін арада. Негізі ештеңке қылмайды. Егер біз тұратын болсақ, біреудің кішкентай баласы келіп алдын жүріп, проблема жоқ. 100%-ға ешқандай проблема жоқ ол. Олар жаңа намаз бұзақ деп сенеді ғой енді. Сөйтеді ау деймін, лақтырып жібереді ғой әйтеуір. Күреске қатысқан ба білмеймін. Қайта көрген жақсы балдарын. Намаз оқып отқанымыз. А? Біраз үйді ғой жаныңызға келіп. Иә. Кейін үйренеді уже. Кішкентай балам үйді жанында. Ана біреулер бүйтіп жүр ғой, өзі бата беремесе де, балам бата береді, немерем бата береді дейді. Ана садикте үйретеді екен, бата береді. Негізі Құдай Тағала оған көрсетіп тұр да, анау түсініп тұрған жоқ та оны.